Ассалаумағалейкум, менің тұрақты көрермендерім. Адам барымен мақтанады. Мен бүгін мына поезда сонау Ақтөбеден ауылға арқалап келген жеңгем жайлы айтқым келіп отыр. Ол Замзагүл Бопай. Замзагүл Бопай. Енді бұл кісі мен бүгінге дейін мысалға талай бойларды көріп жатырмын, талай қыз-келіншектер шығып жатқанын көріп жатырмын. Олар да бір үйдің бір әулет келіні ғой, бірақ өз ауылын, өз жерін тілге тиек етіп, көпшіліктің алдында біздің Сүткент ауылымыздың мәртебесін көтеріп сәлем салып жатқанға өте құрмет көрсетеміз, ризамыз. Еңбегі елене берсін, ешбірге бұл жалғыз болмасын, Құдай қаласа. Бұдан да мықты сөз сөйлеулерді әкеліп, бізді қуанта беріңіз, Құдай қаласа. Не дейміз? Біздің ауылдан Замзагүл Бопай. Сондықтан біздің ауылдың атынан, біздің Қазақстанның атынан жеңгеме бір қошемет білдіріп, жеңгеме алғыс айтамыз. Құдай қаласа деніңіз сау болсын жеңгеге. Біз сіздің әрқашан жанкүйеріңіз, қолдаймыз, и мақтанамыз. Құдай қаласа тағы да жеңісті күндерде жолыққанға. Арнайы төсбелгімен марапаттайды ауыл әкімі. Қазақстанның атынан Замзагүлге деген өзіміздің бір арнайы сыйлығымыз бар, тұлпарымыз бар. Қазақтың көк туы тұрады. Осы ауылдың келін болғанына мақтан тұтам. Енеме үлкен рахмет, 3 балама ие болып, қандай жарысқа барсам да жіберіп жатыр. Мықтыбекке рахмет, қандай жарыс болса да мен саған сенемін деп қолдап жатқанына алғысым шексіз.